сосын ұсыныстары нақты, ұсыныстарының өзі зерделеніп зерттелген. Біз шын айтқанда үкімет рахмет айту керек та, қазір осындай депутаттық корпустың осындай ұсыныстарына. Тіпті керек десе сол мәселе бойынша біз шақырып комиссия құратын болса, біз оны ары қарай бірге жүріп жасауға дайынбыз, шын айтқанда. Ермұрат Бапи депутат ағамыз айтып жүр ғой, біз мемлекет басшысының саяси тірегі болуымыз қажет. 8-ші шақырылым мәжіліс депутаттары біз өзімізді мемлекет басшысының халық алдында берген сайлау алды бағдарламасын жүзеге асыруда, жалпы конституциялық реформаларын жүзеге асыруда біз саяси тірегі деп есептейміз. Сол тұрғыдан біз кез келген үкіметтің бастамаларын, мына дүниелерді қолдауға дайынбыз. Тіпті білек сыбана кірісіп жұмыс жасауға дайынбыз. Ең бастысы олар тарапынан жабылмай, олар тарапынан жаңа сіз айтқандай тек әшейін отписка болмай, бізбен етене жұмыс жасаса, біз оларды сынамай-ақ бірге осы дүниені шешуге дайын екендігімізді атап өткіміз келеді.